деді. Биыл Ақтөбеде 600-ден астам отбасы қоныс тойын тойламақ. Аймақта Нұрлы жол бағдарламасы бойынша баспана құрылысына белсенді атсалысып жатқан Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстан ипотекалық компаниясы. Мемлекеттік бағдарламаны іске асырып жатқан компания бүгін журналистерді құрылыс алаңдарына апарып жоспарлармен бөлісті. Мына баспанада әрлеу жұмыстары аяқталған, шамамен 6,8 мың шаршы метр аумақта 108 пәтер бар. Баспана дайын күйінше берілмек. Құрылыс жүргізген мекеме өкілдері мейлінше жергілікті материалдарды пайдаландық дейді. Жобаның 80%-ына қазақстандық материалдар қолданылды. Олардың барлығы тиісті тексеруден өткізілген. Талаптарға толығымен сай келеді. Нұрлы жол бағдарламасы аясында пайдалануға берілетін тағы бір баспана құрылысы ағымдағы жылдың қараша айында аяқталуы тиіс. Жоба бойынша бұл жерде тұрғын үй кешені бой көтеруі тиіс. 6 қабатты 8 үй толығымен мемлекеттік бағдарлама аясында кезекте тұрған жандарға үлестіріледі. Олардың қатарында әлеуметтік әлсіз топ өкілдері, мемлекеттік қызметкерлер, әскерилер мен бюджеттік мекеме өкілдері бар. Шаршы метрін 950 теңгеден жалға алған баспана иелері пәтерді артынша басыбайлы сатып алады. Жылдың аяғына дейін Қазақстан ипотекалық компаниясы Ақтөбе қаласы бойынша 645 пәтер алу жоспарланып отыр. Ол шаршы метрге шаққанда 43.300 шаршы метр болып есептеліп тұр. Осы жылдың аяғына дейін. Өткен жыл Қазақстан ипотекалық компаниясы Ақтөбеде 31 мың шаршы метр болатын 470-ден астам пәтер тапсырған болса, еліміз бойынша 7200-ден астам отбасын баспаналы етті. Бұл жоспарланған межеден 24 мың шаршы метрге артық. Тұрғын үйлер Астана мен Алматы, Ақтөбеден өзге барлық аймақтарда бой көтерген. Мекеме өкілдері мұнымен тоқталып қоймаймыз дейді. Өңірлер дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы аясында Бәйтерек холдингінің қолдануымен еліміз бойынша барлығы 326 мың шаршы метрден пәтерді пайдалануға беру жоспарлап отыр. Мансұр Исқожин, Нұркен Жалмұханов, Астана телеарнасы, Ақтөбе.